Бұл иттің Таиланд астанасы Бангкокты кезіп жүретін иттерден еш айырмашылығы жоқ. Бұндай иттерді жергілікті тұрғындар күлімсіреп аулалық терьерлар деп атайды. Өйткені олар үй аулаларында тіршілік етеді екен. Алайда ешқайсысының басына сондай аулалық Пью есімді иттердің бірі өзінің керемет ақылдылығының арқасында Таиландтағы ең танымал итке айналады деп ойламаған болатын. Осы оқиға орын алған күні Пью қаланы ешқандай мақсатсыз кезіп жүрген болатын. Сол кезіп жүргенде қалалық қоқыс алаңына тап болады. Кез келген ит секілді Пью қоқыстары ақтара бастайды. Кенеттен оның назарын бір түрлі дауыс аударады. Бұл не екен деген ит сонда мініп қандай да бір орамалды байқайды. Орамалды ауыр болғанына қарамастан аузына қыстырып, ал ит оны аулаға қарай тасиды. Адамдардың алдына тоқтап, ол белгісіз затты еденге қойып үре бастайды. Иттің ерекше үрген даусына сондағы тұрғындардың бірі жүгіріп шығады. Алғашында ол итті қуып жібергісі келген, алайда орамалды және одан шығып жатқан дауысты естіп тоқтап қалады. Ол бұл біреу қоқысқа тастап кеткен мысық балалары шығар деген ойда болған. Алайда орамалды ашып қалғанда таңғалыстан орнында қатып қалады. Сөйтсе қоқысқа кішкентай мысық емес, адам баласын тастаған екен. Байғұс балақай әрең тыныс алып жатты. Тұрғын дереу арада полицей мен жедел жәрдем қызметкерлерін шақырды. Дәрігерлер дереу балақайды құтқаруды қолға алады. Қазір баламен бәрі жақсы, оны дер кезінде құтқарып үлгерді. Дәрігерлер егер батыл Пью болмағанда бұл балақайдан айырылып қалатын едік деп пікір білдірген. Орын алған оқиғаны журналистер біліп, Пью нағыз қала батырына айналады. Егер осындай видеоларды жиі көргіңіз келсе, каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. Қоңыраушаны қосып қойыңыз. Сіздермен бірге болған оқиғалар